Достар, бұл видео бета-блокаторлардың кезекті видеосы. Бүгін біз бета-блокаторлардың әсер ету механизмін жалғастырамыз. Жүрекке қалай әсер ететінін айтатын боламыз бүгінгі сабақта. Ең бірінші біз жүректің өткізгіштік жүйесін еске түсірейік. АБ түйін, СА түйін, АБ түйін, гиш жоғары Пуркини талшықтары білесіздер деп ойлаймын. Енді симпатикаға тоқталайық. Симпатика өте маңызды. Достар, осы бета-блокаторларды түсінбей тұрып, біз физиологияны жақсы білуіміз керек. Симпатиканың физиологиясын. Сол кезде сіздер жақсы түсінесіздер. Міне. Енді симпатика ол бета-1, альфа-1, альфа-2, бета-2 деген осындай рецепторларды, адренорецепторларды қолдану арқылы жұмыс жасайды. Бұған керек біздегі медиаторлар норадреналин және адреналин деп аталынады. Бұлар бізде бүйрек үсті безінен бөлініп отырады. Енді жүректің соғу ритмі мынандай. Достар, қараңыздар, инотропты эффект ол только ЧСС ғана жауап береді ғой, иә? Ал енді жүрек былай ғана соғады. 60-пен басталса, ол только 60-пен соғады. 80-мен басталса, только 80-мен. Минутына осындай ғана соғып отырады. Енді бізде бар бета адренорецептор, бета-1, ол жүректе орналасқан. Енді симпатика осы норадреналин бөлу арқылы норадреналин алады, адреналин 2 болады, бета-1-ді күшейтіп жібереді. Бета-1-ді күшейткен кезде ол, например, 80-мен соғып тұрған жоқ, 120-ға кетті дейік. Қалыпты дәу адамдар бар ғой, оларға уже норма болып есептенеді, например, 60-90 деп атайды, жарайды, лағып кеттім, достар, кешірім сұраймын, 90-нан дейік, максимум 90 ғой, 90-мен соғатын, осылай, ЧСС артады. Например, жүгірген кезде бізде норадреналин, адреналин көп бөлінеді, стресс қой ол ағзаға. Стресс болған кезде автоматты түрде бүйрек үсті безінен бізде осы медиаторлар не істейді? Бөлінеді екен. Осы кезде ол бөліну арқылы бета-1 адренорецепторына әсер етеді, жүректің соғу жылдамдығын артқызады. Осылай әсер етеді. Қазір енді мен молекулалық деңгейді айтып беремін. Сол кезде біз түсінеміз. Ең бірінші мынау бізде кардиомиоциттің іші. Жүрек бұлшықетінің іші. Енді мынаның ішінде бізде L типті канал бар. L типті каналдар. Енді мұнда бета-1 рецептор орналасқан. Қазір қараңыздар, күшті бір схема механизмді айтамын. Енді норадреналин, жаңағы бүйрек үсті безінен бөлінген норадреналин, адреналин алады, бета-1 рецепторына әсер етіп жібереді. Бета-1 адренорецепторына әсер еткеннен кейін бізде бета-1 рецепторы аденилациклаза деген ферментті бөледі. Осы кезде осы активтен кардиомиоциттің ішінде осы деңгей артады. Бұл аденилациклаза деген жаттап алыңыздар. Бұның қызметі мына жақта митохондрияның ішінде тұрған АТФ-ті CMF-қа айналдыру. Мына жалпы АТФ бар ғой, ол CMF-қа айналмай активтенбейді. АТФ жай аты, ал оның жаңағы активті күйі CMF деп аталынады. CMF бізде протеин киназа А деген ферментті бөледі. Протеин киназа А. Протеин киназа А бөлінген кезде бізде мына жақтағы L типті каналдардан кальцийді өте жылдам кіргізіп жібереді. Көрдіңіздер ғой. Осылай бізде кальций өте жылдам кірген кезде ЧСС артады. Сосын фракция выбросы артады. Осы екеуі артады. Вообще жүрек қатты соғып бастайды осының әсерінен. 4 эффекті күшейеді осының әсерінен. Енді тағы бір қайталайын. Норадреналин, адреналин стресс болғанда бета-1 не істейді? Активтеп жібереді. Осы кезде аденилациклаза деген фермент бөлінеді. Аденилациклаза ол АТФ-ті CMF-қа айналдыру арқылы протеин киназа А бөлінеді. Протеин киназаның А-ның қызметі осы L типті каналдардан кальцийді өте көп кіргізіп жібереді. Сосын саркоплазматикалық ретикулум бар ғой, соның ішінен кальцийді өте көп бөліп жібереді екен. Саркоплазматикалық ретикулум. Осылай ЧСС-ті артқызады екен бета-1 рецепторы. Ал енді осы кезде қараңыздар. Бета-блокаторлар, оның ішінде бисопролол, бүкіл, мысалға айтып жатырмын, бүткіл ололдар, бисопролол, осы бета-1 адренорецепторын тежеп тастайды. Осы кезде бізде аденилациклаза деңгейі төмендейді. Аденилациклаза деңгейі төмендегендіктен бізде не болады?
АТФ ЦМФке аз айналатын болады. Протеин киназа Аның деңгейде түседі да, кальций бізге ақырын кіріп бастайды. Енді осы кезде бізде ЧСС төмендегендіктен, достар, артериальный гипертензия төмендейді. Сосын екінші, бізде фракция выбросы төмендегендіктен, сосын кальций ақырын кіргендіктен бізде аритмия болмайды. Осындай жүрекке әсер етеді екен. Көрдіңіздер, достар, физиологияны білсеңіздер, сіздер қиналмайсыздар. Бұл бізде бета-блокаторлардың жүрекке әсері осындай болды. Келесі сабақта біз үшінші әсер, метаболитикалық әсерін талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге болған доктор Усабаев. Каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Көп рахмет сіздерге.